Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Айғаным. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге дәмі өте ерекше болатын печенье пісіріп көрсетемін. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Ыдысымызға алдымен ерітілген сары майымызды құйып, үстіне қант саламыз. 2-3 минут миксермен жақсылап араластырып аламыз. Печеньенің бетіне жұмыртқаның ағын жағамыз, сол үшін алдын ала осылай 1-2 қасық алып аламыз. Ыдысымызға қалған жұмыртқаны салып, үстінен бал қосамыз. Енді осыларды миксермен араластырамыз. Аппақ болып көтерілгенше жақсылап миксерлейміз. Ұнымызды қосып, үстінен 1 шай қасық қамыр қопсытқыш және де тұз қосамыз. Мен алдымен осылай лопаткамен жақсылап араластырып аламын да, кейінірек қолмен жұмсақ қамыр илеймін. Міне біздің қамырымыз осындай жұмсақ әрі қолға жабыспайтын болуы керек. Енді осы қамырымызды 15 минутқа холодильникке қоя тұрамыз. 15 минутымыз өтті, қамырымыз дайын. Енді осылай қамырымызды бөліктерге бөліп шығамыз. Мен шамамен бәрін 40 грамдай бөліп шықтым. Менде осындай 40 грамнан 20 штук печенье шықты. Барлық печеньемізді осылай дөңгелектеп, ыдысқа қойып қоямыз. Енді печеньенің формасын келтіріп, үстіне жұмыртқаның ағын жағамыз. Мен алдын ала грек жаңғағын үгітіп алған едім. Енді соған печеньемізді батырып аламыз да. Міне біздің печеньеміз дайын. Қалған печеньеларымызды тура осылай жасап шығамыз. Үстіне жұмыртқаның ағын жағып, одан кейін жаңғаққа батырып аламыз. Мен пешімді алдын ала қыздырып қойдым. Дайын болған печеньеларымызды қызып тұрған пешке саламыз. Міне осылай печеньеміздің беті қызарғанша пісіріп аламыз. Печеньеміздің дәмі өте ерекше болып шығады, сондықтан осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздерге көп рахмет.